Ал сіз жүгіңізді еліміздің бір аумағынан екінші аумағына жайлы әрі қауіпсіз түрде жеткізуге мүмкіндік беретін багаж тасымалы қызметі бар екенін білдіңіз бе? Ендеше бұл процестің қалай жүзеге асатынына бірге куә болайық. Ағай, сәлеметсіз бе? Мен мына жүгімді Ақтауға жіберейін деп едім, қалай жіберсем болады екен? Көріп тұрғандарыңыздай мен жүгімді керекті жеріне өткізіп, енді алаңсыз үйге қайта берсем болады. Пойыздар арқылы жүк тасымалдауға күн өткен сайын жолаушылар арасында сұраныс артып келеді. Жылдам әрі қауіпсіз жүк тасымалдау қызметі сіздің заттарыңыздың еліміздің бір түкпірінен екінші түкпіріне жайлы жетуіне кепілдік береді. Багажный перевозки занимается перевозкой багажа, грузобагажа населения. Образовался филиал в 2000 году. В составе находится филиалы Южный. У нас имеется по Казахстану 15 багажных отделений и пунктов. Багажные перевозки пользуются спросом среди населения, потому что срок доставки у нас очень быстрый, гарантированно. В составе пассажирского поезда быстро и надежно довозим до назначения. Срок доставки в западном направлении, допустим, до станции Мангышлак 3 суток, Атырау тоже 3 суток, Ақтөбе 2 суток. Астана сутки. Орталықта жүкшілер тынбай еңбек етіп, багаж тасымалдау сапасының артуына ықпал етеді. Ертең 9-дан бастап жұмыс орны, жұмыстан кешкі 9-ға дейін. Бірден 2-ге дейін обед уақыты. Таңертең қабылдаймыз, қабылдау өлшеп кассаға жібереміз. Кассаға жібергеннен кейін қайтып документтен номерация қоямыз каждый орынға. Каждый документ өз номерация болады. Соны жазып, количествосын жазып, сөйтіп қабылдап алып қаламыз. Сол номерациямен жібереміз. Күнде бір вагонға 12 тонна ғой, салып атқанымыз ғой енді. Бір сменда 10-12 адам жұмыс істейміз ғой. Егер бір өңірден екінші өңірге көлемді заттарды жіберуді жоспарлап жүрсеңіз, багаж тасымалы қызметі таптырмас әдіс болмақ.